Сәлем достар, әлемде көптеген сағаттар бар. Үлкен, кіші, қымбат, арзан. Ақылды сағаттар немесе масқара тупой сағаттар бар. Бүгін біз үлкен, арзан және өте ақылды сағат туралы айтамыз. Және бұл сағат Apple Watch-қа тікелей конкурент бола ма? Соны бірге көрейік. Менің атым Бақтияр, бұл Кастия Шалу, ал біз бастаймыз. Алдын ала айтайын, бұл сағаттың дизайны Apple Watch-қа қатты ұқсайды. Мен бұл сағатпен бір айда қолдандым. Енді сіздерге ұнаған және ұнамаған жерлерін көрсетейін. Huawei'дің жаңа сағаты Huawei Watch Fit 1.6 AMOLED дисплей. Түрі осындай, өте әдемі. Артында жазылып тұр диагоналі. Аккумулятор өте көпке жетеді. 12 видео анимацияланған видеосы бар. 96 жалпы курсы бар. Бәрі есептеледі, бәрі сізге жазады. Өте жақсы экран. Өзінде встроен GPS, ішінде GPS бар, және суға төзімді. Енді ішінде не бар екенін көрейік. Түрі осындай, әп-әдемі. Сағаттың өзі. Мұның ішінде көрейік. Кітаптары. Мұның ішінде. Мынау USB, ал мынау ішіне саласыз ба. Сағатты смартфонға байлауға болады. Ол үшін здоровье деген Huawei Health деген приложение жазу керек. Оның ішінде устройствоны бассаңыз, сол жерден қосып аласыздар. Подключить, мына жерде подключить деп қосып алуға болады. Мына жерде қосылып тұр. Мен сол оған уақыт кетіргім келген жоқ. Әйтеуір қосылды. Жалпы айтып береді, қанша жүргеніңізді, циферблатыңызды, қосымша уведомление керек па, керек емес па, қайсысын алып керек емес, алып тастасаңыз болады. Мен шын айтсам тек қана YouTube-ты қалдырдым. Қалған WhatsApp, қандай приложение келсе, оның бәрін керек емес маған. Бұл приложение сізге көмектеседі, бұның бәрі іште жазылады. Жүгіру бар, көмектесу бар. Мысалы, жүрген кезде бұның ішінде GPS бар, қозғалғаныңызды айтып береді. Мынау жалпы состояние, жалпы жағдайы, қанша мен қанша уақыт ұйықтағанын өзін айтып беріп отыр. Мынау менің пульсым, мынау жалпы бүгін жүргенім. Көп жүрсеңіз, көп қимылдасаңыз, сізге медаль береді. Осындай көмекші қосымша бар. Ол өзінікі, Huawei-дікі. Қосу оп-оңай, устройствоны басып, өзден подключение бассаңыз болады. Сол жеткілікті. Сағат қосылады, тез қосылады. Аты Huawei Watch Fit. Ішінде не бар екенін көрейік. Ең қызыққаны, ең ұнағаны. Жерде 12 курс деп тұр, тренировка. Сонда сізге қалай жаттығу жасайтын видеосы бар. Міне энергия, міне мойныңызға, жұмыс кезінде арықтайтын болсаңыздар, жалпы растяжка дейді. Жүрекке, кеудеңізге, пресс, супер пресс, жалпы арқаңызға, аяққа және аяққа. Мысалы, арықтау үшін көп адамға керек. Мұны арықтау үшін осындай жаттығу қалай жасау керек. Бассаңыз, ең бірінші осындай жаттығу жасау керек деп демо түрін көрсетеді. Бірінші жаттығу, мұны сізде дайындыққа 3 секунд. Ал бастадық. Мұны осылай жүгіру керек болады, аяғын көтеріп, жүрек қағысын қарап тұрады. Сізде 20 секунд бар, соның бәрін жасауға. Жалпы уақыт және бірінші жаттығуыңыз. Мен үшін өте пайдалы видеолар, өйткені осыған қарап сіз істейсіз. Планканы оң рет істеу керек, қимылдау керек. Бұл әлі 4-ші жаттығу. Жүрек қағысы өзгерген жоқ, өйткені мен жасатқан жоқпын. Жалпы осылай. Тоқтату үшін оны бассаңыз, осылай жата саласыз. Циферблаттар неше түрлі. Мысалы, мынау ұнайды. Қандай ұнайды сізге тағы да. Мынау енді кішкентай баладық сияқты. Мына жерде ақпарат көп, санымен бір қарағанын түсінетін. Енді мынау спортсмендерге арналған шығар. Мынау өзінің жаңағы қорабындағы суреті осындай. Осылай қойсаңыз болады.
немесе былай жалпы суреттің өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз болады. Ең бірінші байқағаным ол дизайн. Сырты темір, 1.65 дюйм AMOLED экран, дөңестелген 4 бұрышты. Бірақ Apple Watch сияқты шаршы емес. Ұзындығы 46 мм, ал ені 33 мм. Жан-жағы Apple Watch сияқты қатты ұқсайды. Сенсорлы экран болғандықтан сыртында бір ғана батырма бар. Екінші көзге түскен артықшылық ол циферблаттар. Әртүрлі және өте көп. Үлкендерге де, жастарға да, киіміңізге классик болсын, спорт болсын, кез келген көңіл күйге циферблат табылады. Сізге ұнағаны болмаса, өзіңіз келтіріп алсаңыз болады. Үшінші көзге түскен артықшылық ол жаттығу жасау видеолары. Иә, сағатыңызда видео бар. Жаттығу қандай мақсатта, қалай жасау керек екенін, қанша уақыт жасау керек екенін бақылап отырады. Мысалы қараңыздар, жұмыста, яғни компьютер алдында көп отыратындар тізеңізді жоғары көтеріп, бір орында жүгіру керек. 20 секунд, келесі қолыңызды көтеріп секіру керек. Сонша уақыттай. Басталғанда сізге вибрация сезіледі, ал аяқтаған кезде сол вибрация тағы да көресіздер. Ал енді тағы не бар екенін тез-тез көрейік. Солдан оңға саусақпен өткізсеңіз, қанша қадам жүргенін көресіздер. Жаттығу жасау уақытын көресіздер. Тағы да солдан оңға жүргізсеңіз, музыка қолдануы шығады. Сіз смартфонмен музыка қоссаңыз, мына сағатпен басқаруға болады. Яғни басқа әуен қою немесе пауза қоя аласыздар. Үшінші рет солдан оңға ол ауа райы көрсетеді. Төртінші рет сіздің стресстік жағдайыңызды. Бірақ түсінбегенім, адам ашуланып тұрғанда қалай мынаны өлшеп тыныш 15 секундтай күтеді екен. Сол қызық. Және төртінші рет, яғни соңғы рет өткізсеңіз, жүрек қағысын өлшеп береді. Енді ішінде менюдан қараңыздар. Жаттығу жасау, оның ішінде 12 видео тренировкалар, 13 жүгіру және басқа да көптеген жаттығулар бар. Келесі сол сіз жасаған жаттығуды өз жадында сақтайды. Қандағы оттегіні өлшеп бере алады. Ол да кейінгі заман сағаттарында бар. Өйткені әлемдік коронавирус пандемиясы болғандықтан осы көрсеткіш саны анықтауға көмектеседі. Қысқаша айтайын, егер көрсеткіш 70%-тен төмен болса, ауруханаға жүгіріңіздер. Келесі көретіңіз активность, ол сіздің қанша қадам жасағаныңызды көрсетеді, қанша қимылдағаныңызды айтады. Түс деген түсінікті, қанша сағат ұйықтағаныңызды айтады. Стресс сіздің стресстік жағдайыңызды көрсетеді. Ал тыныс алу жаттығу сол стрессті жою үшін арналған. Музыка, жаңа айтқандай, ол смартфоныңызды музыканы басқарады. Өкінішке орай смартфоннан құлаққапқа музыка тыңдай алмайсыздар. Соңында фонарик бар. Тастай қараңғыда көмектеседі. Жоғарыдан төмен жүргізсеңіздер, сағат баптаулар бар. Тез-тез баптауды өзгерте аласыздар. Ал төменнен жоғары өтсеңіз, ол соңғы хабарландыруларды көресіздер. Ал енді бір-екі жаман қасиетін айтып берейін. Шын айтсам, сағат белбеуі қарапайым келді. Ілгегі пластик сынбайды, бірақ темірден жасауға болатын еді. Суға шыдау қасиеті 5 атмосфер деп жазылып тұр. Техникалық характеристика жағынан қарасаңыз, ол 50 метр тереңдікте шыдайды деп айтып тұр. Және ең соңғысы айтатын ащы және тұщы деген суды ескеріңіздер. Яғни тұзы бар ащы суда түссеңіздер, смартфон мен сағатты алып тастағаныңыз дұрыс болады. Менің ойымша, бұл сағат өз иесін табады. Әсіресе дизайнына қатты мән беретін адамдарға бұл сағат ұнайды. Мынау ұнамайды. Мынау ұнайды. Сонымен сағат туралы айтайын дегенім осы. Өте ыңғайлы, маған шын айтсам ұнады, қолдануға ыңғайлы және бағасы тұрарлықтай. Видео сіздерге пайдалы деп ойлаймын. Ұнаса лайк басыңыздар, тіркелмесеңіздер, тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.